Казахстанцы. Я Сергеева Валентина Михайловна. Мне 70 лет. Я проживаю в Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, село Даирово. Сегодня праздник языков народа Казахстана. Я хочу в этот праздник, чтобы всегда была у нас дружба и взаимопонимание народов. Мы многонациональная страна. И я хочу, чтобы каждый из наций разговаривал своим языком и также казахским языком. Я казахским и русским языком могу разговаривать. И сегодня в этот день всех призываю к этому замечательному празднику, чтобы было весело и хорошо в нашем Казахстане. Құрметті Қазақстан елі. Мен Сергеева Валентина Михайловна. Тұратын жерім Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Дайыр ауылында туып өстім. Мен 70 жастамын. Осы бүгінгі халық тіл мерекесімен барлық Қазақстан елін құттықтайын. Осы тіл мерекесі, тіл бар жерде, дін бар жерде халық та бірге болады. Сол бәріміз жұмылып бір кісідей осы үлкен кең шаңырақтың астында барлық ұлт уәкілдері, барлық еліміз осы мерекені жақсы қарсы алып, бәріміз қазақша, орысша сөйлеп, әр ұлт өз тілімен сөйлесін деп соған шақырамын сіздерді. Мерекелерің құтты болсын. Ал енді бүгінгі күні міне осы індет бізге келген, Алланың жіберген. Сол індеттен аман есен өтсек екен деймін. Деніміз сау болып, әрқашан осындай гүлдей жайнап Қазақстанымыз, оның ішінде еліміз, береке бірлігіміз, татулығымыз айрылмасын Алла.